Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Ерлан Жүніс «Менің атым тәуелсіздік» өлеңнің көркемдік ерекшелігі. Оқу мақсаты шығармадағы көркем ауыстыруларды анықтау. Оқу мақсатының негізінде Ерлан Жүніс «Менің атым тәуелсіздік» өлеңіндегі көркем ауыстыруларды анықтаймыз. Тілдің көркемдегіш құралдарымен жұмыс жүргіземіз. Өлеңнің үзінділеріне талдау жасаймыз. Алып тұлғалар жылағанын көрдім, бастарын сүйеп ғасырға. Алып ойлардың қорыққанын көрдім, ең бір нәзік сезімнен. Алып құрлықтар теңселгенін көрдім, темір бұғаулар тозғасын. Алып заңдардың кемсеңдеуін көрдім, империяның көз жасын. Алып мұхиттар толқығанын көрдім, бір тамшы суға байланып. Алып тәждердің балқығанын көрдім, елтаңбалар қайланып. Міне осы өлең жолында алып сөзі бірнеше рет қайталанады. Бұл жердегі алып сөздері эпитет. Эпитет заттың яки құбылыстың ерекшелігін, сыр сипатын бейнелі түрде танытатын поэтикалық ұғым. Ендеше бұл жердегі алып тұлғалар, алып ойлар, алып заңдар, алып тәждер, бұлардың барлығы ерекше сипатта көрсетіледі. Өлеңге көркемдік рең беріп тұр. Тәж ел басқарған, биліктегі адамның басына киетін қасиетті элемент. Егер ол алып болса, оны қалай киіп жүреді? Алып нәрсенің салмағы дауры болмай ма? Заң алып бола ала ма? Алып сөзі заңға қаратылып айтыла ма? Тек бұл өлең жолдарында оның сипаттық ерекшелігін көрсету үшін, өлең әсерлі болу үшін қолданып тұрған көркемдегіш құрал. Яғни алып сөздері өзі тіркескен сөздің ерекшелігін, сыр сипатын бейнелеп тұр екен. Келесі, алып таулар жылағанын көрдім, бастарын сүйеп ғасырға. Алып ойлардың қорыққанын көрдім, ең бір нәзік сезімнен. Алып құрлықтар теңселгенін көрдім, темір бұғаулар тозғасын. Алып заңдардан кемсеңдеуін көрдім, империяның көз жасын. Бұл өлең, осы өлеңде қорыққанын көрдім, құрлықтар теңселгенін, кемсеңдеуін көрдім деген сөздер бар кейіпте болады. Бұл өлең жолында жансыз табиғат құбылысы тірі кісінің қылығымен ауыстырыла суреттелгені байқалады. Әдеби шығармаларда жансыз табиғат құбылысы тірі кісінің қылығымен ауыстырыла суреттелетіні көптеп кездеседі. Құбылтудың мұндай түрі кейіптеу деп аталады. Мысалы, ойлардың қорыққаны, заңдардың кемсеңдеуі, құрлықтардың теңселгені бұлар ауысмағанадағы сөздер. Адам қорқуы мүмкін. Ойдың қорқуы мүмкін бе? Оны көрдік пе? Адам кемсеңдеуі мүмкін. Заң кемсеңдей ме? Адам теңселуі мүмкін. Немесе бір зат сыртқы күш әсерінен теңселуі мүмкін. Ал құрлықтардың теңселуін көрдік пе? Олай болса, оқырманның санасына, қиялына ерекше әсер ететіндей образ жасаудың бейнелеуіш құралы, көркемдік тәсіл, кейіптеу өлең жолдарында қолданылып тұр екен. Кейіптеу құрлықтардың теңселгені, ойлардың қорыққаны, заңдардың кемсеңдеуі, бұның бәрі өлеңге ерекше рең беріп тұр екен. Өлеңнің көркемдігін асқақ көрсетіп тұр. Келесі, тағы осы өлең жолынан алып тұлғалар жылағанын көрдім, бастарын сүйеп ғасырға. Алып ойлардың қорыққанын көрдім, ең бір нәзік сезіммен. Алып құрлықтар теңселгенін көрдім, темір бұғаулар тозғасын. Алып заңдардың кемсеңдеуін көрдім, империяның көз жасын. Деген осы өлең жолдарынан ғасырға көз жасын дегеніміз метафора болады. Метафора әрдайым ауыспалы мағынада жұмсалады. Метафора ауыспалы мағыналы суреттеме сөздердің бірі. Екі нәрсенің сыртқы түрінің не ішкі қасиеттерінің жақындығына байланысты пайдаланылады. Мысалы, алып тұлғалар жылағанын көрдім, бастарын сүйеп ғасырға жолында
ғасыр сөзі метафора. Себебі ғасыр көзге көрінер зат ретінде алыптың басын тірей алатын ерекше үлгі құдіретті бір зат ретінде алынып тұр. Алып заңдардан кемсеңдеуін көрдім, империяның көз жасын деген өлең жолдарында көз жасы, империяның көз жасы болуы мүмкін бе? Әрине мүмкін емес. Бұл арада империядағы тоқырауды бейнелеп тұр. Ойды әсерлі жеткізу мақсатында метафораны қолданған. Яғни империяның көз жасын, империяның кемсеңдеуін, көз жасын көрсетіп тұр. Бұл арадағы көз жасы, империяның көз жасы бұл өлеңде қолданылған метафора. Тілді байытуға, өлеңнің оқырманға әсерлі жетуіне қызмет етіп тұр екен. Кері байланыстың тапсырмасы төменде берілген өлең жолдарынан тілдің көркемдегіш құралын табыңдар. Яғни кері байланыс тапсырмасы Ерлан Генстің менің атым тәуелсіздік өлеңінен үзінді. Құлыным, сенің тарихың басқа деген тек. Ол бәлкім менен сөз күтті. Ал бүгін енді тарихты өзім білемін. Жолдарды сезем, жонар қаммен, мың жылдықтар өткен ол елім. Ұлылық жайлы ойлайды басқа, жап-жас шақ, ұлы қорғандардың күйреуін көрген жүрегім. Өлең жолдарын, тілдік көркемдегіш құралын тауып жазасыңдар. Яғни сендерге өлең жолы беріліп тұр, осы өлең жолдарынан тілдің көркемдегіш құралдарын тауып жазасыңдар. Кері байланыстың тапсырмасын күнделік KZ электрондық почта немесе WhatsApp желісі арқылы жібересіңдер балалар. Енді кері байланыстың тапсырмасы түсінікті деп тұрмын. Өйткені тілдің көркемдегіш құралдары табасыңдар. Бұның ішінде ерекше қарамен қою сиямен белгіленген сөздерге назар аударасыңдар. Осы жерден өлең жолдарынан тілдің көркемдегіш құралдарын тауып жазасыңдар. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.